Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Тоқаев қулық жасап, мына шетелден енді орыстар танкілерін, БТРлерін шығара алмай қалды. Неге? Себебі оларда анау қолданатын тексергіш, қарауғыш, жортқыш, жорамалдағыш құралдары бәрі шетелден келген. Жапониядан, Германиядан, Финляндиядан, Швециядан. Оны Тоқаев алып жатыр. Тоқаев алып, бірақ Қытайға, орыстарға беріп жатыр. Орыстар алып жатыр. Негізінде Европа, әлем бізге санкция салса да өте дұрыс болады. Себебі Тоқаев бүгінгі күні бұл таза жау әлемге. Себебі енді бүкіл әлемнің мемлекеттері ашық айтты. Әскерлерін орыстар шығарсын. Тоқаев оны қолдаған жоқ. Әскер шығармас, тұра берсін деді. Өзі басына ең бірінші айтты. Мен ана Қырымды басып алды, Донбасс пен Луганскін аннексия жасалды деп санамайым деді. Ол сол кезде өзінің бетін ашты. Өзінің кім екенін білдірді көпшілікке. Сондықтан Тоқаевты бүгінгі күні періштеге айналдырудың қажеті жоқ. Бұл таза шайтан. Шайтан болғаны жай шайтан емес. Қан ішер шайтан. Қазақты жұтып алып отырған, дайын тұрған шайтан. Біздің билікке санкция салу керек. О, міне бұл талас. Сосын бұл қазақша білмейді. Қазақша білмеген енді қалай ол елді басқарады? Мемлекет тіл білмейтін адам. Оны біздің көптеген надандар оны ойлағысы келмейді. Мына миға кіріп жатқан жоқ ештеңе. Сондықтан міне мына сайлаулар мерзімінен тыс уақытны бұзып болып жатқанына президенттен бастап Конституция 32 жаңағы баптарды өзгертіп, түрінші анау әрекеттер жасап, осының бәрі Тоқаев Назарбаевпен ақылдасып істеп жатыр. Ол анау өзінің миы жетпейді ондайға. Ол өзі басқарып көрген жоқ. Анау Назарбаев, ол мынаны оқытып жатыр. Бірақ бұл да енді қулық жасағысы келеді. Тоқаев Назарбаевтың билігіне шыққысы келеді. Келеді де шығар. Бірақ шыға алмайды. Себебі бұл ойламады, ана терең бұның несі байлау тұр. Путин де тұр. Назарбаев тұр. Путин тұр ғой. Назарбаев Путинмен жақсы ғой. Секіре алмайды бұл. Секіріп кете алмайды. Секіріп кете алманы бұл сол тек түрлі қулықтар жасап, арамдықтарын бәрі жасап жатыр. Сол мына сайлау, сол арамдықтың бір саясатының белгісі. Бұнда сол арамдықпен. Ердің әрине, кілең өзіне берік, өзіне жақын, өзінің сөзін сөйлейді, өзінің айтқанынан шыға алмайтын адамдарды итеруге, кіргізуге тырысады. Бұл өлседі, қайтседі шет. Сондықтан ол мына сайлау әділ болады, заңды болады. Өз Қазақстанда заң деген жоқ қой. Мен әрқашан айтамын, Қазақстанда заң жоқ. Тек айтамыз, Қазақстанда конституция бар деп. Бізде Қазақстанда конституция қалтаға салған блокнот сияқты. Сен ана Назарбаев ашады да, 93 жыл қабылдады, 95 жаңасын қабылдады. Жаңасын қабылдады, 95 жыл, мына 19 жылға орнынан кеткенге дейін 1100 өзгеріс енгізді ішіне. Тоқаев келді, шамалы уақыттың ішіне 32 өзгеріс енгізді. Жапонияда 1947 жыл қабылдаған ата заңында конституцияға бірде-бір нүктені өзгерткен жоқ. Бірде-бір әріпті қосқан жоқ. Бірде-бір сөзді өзгерткен жоқ. Америкада 1790 жыл қабылдаған декларацияны заң жинағы 10-ақ өзгеріс. 1190 жылы 10-ақ өзгеріс енгіздірген. 10-ақ. Ол 1790 жыл, 1990, 230 жыл өтті. Сонда 10-ақ өзгеріс енгіздіріп отыр. Жапония бірде-бір өзгеріс жоқ. Біздің конституция бұл қол кітап сияқты, қалта кітап сияқты. Назарбаев ойнады, кітаппен жазып, тоқтайды да жазады, мынау жазып тоқтайды. Енді мынауды тоқтап, ферманың управляющийлер сияқты. Мына қойға мына жем бердік, мына жерде қойларға жем бердік, мыналар мал дәрігерлер қарады, мына мал дәрігерлер қараған жоқ. Бұл да сондай біздің конституциямыз. Аты бар да заты жоқ. Халықты ашық айтуымыз керек, қазақты адам қатарына Назарбаевта санаған жоқ, қосқан жоқ, теңеген жоқ. Мына депутаттар, әкімдер қазақты адамға саны теңемейді. Тоқаевты адамды санамайды қазақ. Бұл орыстың тәрбиесін алған. Мұстафа Шоқайдың айтқаны бар ғой.
кімнің тілінде оқысаң, соның құлы боласың деп. А бұл орысша оқыды, қытайша оқыды, ағылшынша оқыды. Бірақ бұл жаны Қытай мен орыстарға беріліп тұр. Күйіп тұрғаны бұл, тасылып тұр. Бұл қазақты адамға санамайды. Ешқайсы мына депутатыңның, ешқайсысы мына министріңнің, әкімдеріңнің біреуі де қазақты адамға санамайды. Қазақ адам емес. Бірақ қазақтың енді бұл өзі кінәлі. Бір атақты ғалымның айтқаны бар ғой. Егерде маған сұрақ қойса, сіз Есауғанды өлтіресіз бе? Сіз байды өлтіресіз бе? Әлде ана қара шаруаны өлтіресіз бе? Мен қара шаруаны өлтірер едім дейді. Себебі ертең сайлау болғанда осы қара шаруа ананы байды құтыртатын дейді. Өзі солай ішінде. Қай патша, қай не олар, халық өзі құтыртады. Соны бұлар құтырады. Себебі әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Не келеді, мына есіне ми қалай алып қойды, соны олай істей береді. Сондықтан бұл сайлауға аса керемет үміттенбеу керек. Мына заң ойнайды енді, заң тәртіпке келеді, конституция заңды болады, сайлау керемет бол. Жоқ, сайлау керемет болмайды. Бұған да ердің сымақтар, шайнақтар, құртынбайлар, сандыруақтар солар керек. Оған дұрыс адам бармайды. Әрқашында маған кедергі жасап отырады дейді, баяғы Алматыда жүргенде президентке түстім ғой, 2 рет түскенде де. Маған жоғары соттың соты, мен Назарбаев сотқа бергенде 11 жылы. Ол маған айтты, сізді сайлауға қатыстырмаймын, себебі сіз президенттің үстіне арыз беріп отырсыз, қандай неңізбен беріп отырсыз, президентке қарсы арыз беріп отырсыз дейді. Мен айттым, мен президентке беріп отқан жоқ, қарсы, мен үміткерге қарсы беріп отырмын. Ол президентке үміткер болып түскеннен кейін ол президенттік орнын тастау керек еді. Болды, ол тек үміткер болды. Мен сияқты. Біз бірдей болуымыз керек. А ол жоқ, президент болып жүр. Соны айтқан сөзі, я полномочия складывать не буду, пусть народ сам решает. Изберет меня президент, меня не изберет. Ой, президентті кім сайламайды? Әрине бәрі сайлайды. Оған ешқандай күдік те болмау керек қой. Назарбаев сайлай ма, сайламаймын деп. А бұл ақмақты сайлауымыз, бұны балтамен жіліктеп, бөліп тастау керек Назарбаевты. Ең болса ана даладағы ана қаңғып жүрген иттерге таратып жіберетін. Ананың сүйегін жеп, етін жеп қойдыр, жерге сіңіп қалмас қазақтың жеріне. Өспесін андай арамдар деп. Сондықтан бұл сайлауға мен ешқандай асып тасып баратқан үмітім жоқ. Бұл әділ өтеді, таза өтеді. Бұның өзі мерзіміне тыс өткізіп атқанның өзі де заңсыздық. Енді заңсыздық міне бірінші жол басталған кейін қалғандар жалғаса береді ол. Сосын бұл жерде енді не жасыратыны бар? Қаражаттан қиынды көреді көбісі. Ақшадан. Сайлау деген ол ойыншық емес қой. Мен баяғыда анау Ақтөбеде не сайлауға түсіп жүргенде, ол енді мен не жасыратыны бар? Күй жағдайы мықты болды. Адамдар жалдайсың, машиналар жібересің, жарнаманы бересің, жариялайсың, газетке шығарасың. Ойын сияқты болды. А қазір жағдай басқаша. Қазір ондай о кездегідей қазіргі ақшалай жағдай жоқ. Қалтаға сыймай жүрген ақша жоқ қазір. Онда әсері көп болады.